Bismillah. Alhamdulillah. Wadahu wassalatu wassalam. Так, дауыс естіліп тұр ма? Дауысым естілсе, микрофонды басып белгі берсеңіздер маған. Дауысым естіліп тұр ма? Так, жақсы. Бүгін біз кеше Осман радиаллаху сирасын бастадық, иә? Бүгін Осман радиаллахудың өлімі туралы қозғаймыз. Өйткені біз айттық, бұл сабақтарда біз коротко, иә, үңілмейміз, ештеңкеге разбор жасамаймыз, қысқаша ғана түсіндіреміз деп келіскенбіз. Так, даусым естілмей жатса, микрофонды басып қол көтереміз. Так. Осман радиаллахудың өлімі немен тікелей байланысты болды? Біз айттық, Осман 34 жасында ислам қабылдады дедік, иә? 72 или 73 жасында қайтыс болды дедік. Өйткені Осман ибн Аффан радиаллаху билікті 12 жыл биледі дедік, иә? 12 жыл. Енді осы 12 жылдың ішінде Осман ибн Аффан радиаллаху жалпы мына жіберілген картадағы территорияны басқарған. Осман ибн Аффан радиаллаху. Мінекей мына жерде тұр. Картаны көрініп тұрған шығар, иә? Карта көрініп тұр ма? Осы территорияның барлығын Осман ибн Аффан басқарған. Енді осы үлкен территория қалайша бөлінеді? Өйткені ертең біз Әли радиаллаху сирасын өткен кезде біз осы үлкен халифаттың анау Абу Бакрден бастап, Османнан бастап, не болмаса Омардан бастап келген бермен қарайғы территориялар өте үлкен. Бірақ Әлидің территориясын кезінде, Әлидің билігі кезінде бұл территория бөлінді. 3 территорияға бөлінді. Не үшін бөлінді? Өйткені Осман Аффанның бөлімімен тікелей байланысты бұл нәрсе. Біз бұл нәрсені ертең Әлидің сирасында қарастырамыз. Өйткені Әли радиаллахудың өлімі осы территорияның бөлуімен тікелей байланысты тоже. Түсінікті, иә? Сосын тағы біз айтамыз. Әлидің өлімі тоже осы Осман Аффанның өлімімен тікелей байланысты болды. Сахабалардың арасындағы фитналар, сахабалардың арасындағы соғыстар, да? Айша менен Әлидің арасындағы соғыс. Не болмаса, Айша менен Әли менен Мұғауаның арасындағы соғыс. Бұлардың барлығына себеп болған нәрсе бір ғана. Бұл Осман Аффанның өлімі. Не үшін сахабалар бұлар бір-біріменен бөлісті? Вот сол туралы мен бүгін разбор жасаймын, иншалла. Сондықтан, егер даусым шықпай жатқан болса, умілем сіздің микрофоныңызды ашып қояйын. Егер даусым шықпай жатса, сіз айтып қойыңыз маған, жарайды ма? Даусым естіліп тұр ма қазір сіздерге? Так, Умарем жауап бермейді. Так, кім бар мына жерде? Давай Хамза сізді қойып қояйық. Все. Так, енді біз айттық, мына Осман Аффанның жасаған территориясы мынау үлкен, көріп тұрсыздар ғой, иә? Бұл территория как шортик сияқты, или бір жағы ұзын шалбар сияқты көрсетілген. Мына территория, мынау бізде Осман ибн Аффанның жасаған территориясы. Бұл анау Абу Бакр болды, Омар болды. Одан кейін Осман билікке келді ғой. Осы аралықтағы мына бүкіл территория Османның уақытында үлкейді. Бірақ бұл кейін бөлінді. Османның өлімінен кейін ғана бөлінді. Енді біз айттық, Османның уақытында 12 жыл билік болған уақытта халықтың арасында ислам дамыды.
ислам дамыды, материалдық жағынан болсын, діндік жағынан болсын, ислам өте қатты дамыды. Бірақ бұны яхудилер көре алған жоқ. Яхудилер болсын, не болмаса басқа дін өкілдері бұны көре алған жоқ. Бұлар шешті, кімді өлтіру керек? Осман ибн Аффанды өлтірейік деп шешті. Бірақ Осман ибн Аффанды өлтіру это невозможно, өйткені территория үлкен, адамның барлығы Осман ибн Аффанды жақсы көреді, Осман ибн Аффанды сыйлайды, ал оны просто так өлтіру үшін какой-то бір план керек, дұрыс па? Ал ол планды кім жасайды? Ол планды Абдулла ибн Сәба деген адам жасайды. Мен сіздерге бұны сирада қозғаймын. Сирада біз Аммар ибн Ясирдің өліміне келген кезде мен осы нәрсені қозғаймын. Сондықтан бүгін сол теманы қозғайтын боламыз. Айтатын Аммар ибн Ясирдің өлімі Осман ибн Аффанның өлімімен тікелей байланысты болған нәрсе. Хорошо? Енді Абдулла ибн Сәба деген адам кім болды? Абдулла ибн Сәба бұл адам шиизм және хауариждің негізін салушы адам. Шиизм деген не? Шиизмді көп жерде айтамын, иә, бұлар күфірлер. Шиизм неге күфір болады? Олар даже Аллахқа сенеді, бірақ олар пайғамбарға сенбейді. Біз айтты, шахаданың екі шарты бар. Иә, ла иляха иллаллах, одан кейін Мұхаммад Расулалла. Егер адам ла иляха иллаллахқа сенсе, одан кейін Мұхаммад Расулға сену керек. Ал егер ол сенбейтін болса, қазір христиандар бар, Аллахқа сенем, бірақ мен Мұхаммедке сенбеймін дейтіндер, олар кәфір болып есептеледі. Неге? Өйткені шахаданың екі шарты орындалған жоқ дедік, иә? Енді шиизм тоже сондай. Шиизм бұлар бағанағы айтатындары Әли пайғамбар болу керек. Аллах қателесіп Мұхаммедті таңдап қойған деп күпірлікке баратындар, бұлар шиизмдер, шииттер. Бірақ шииттердің осындай күпірлігі себепті бұлар өзін ара іштігінен бөлінеді. Алуниттер, Әлиді ұлықтайтындар, Әлиді Аллах деп көретіндер, Фатимиттер, Фатима радиаллаху анханы ұлықтайтындар, Хадижа радиаллаху анханы ұлықтайтындар, кім бар тағы? Хасан мен Хусейнді ұлықтайтындар, Әлиді ұлықтайды, қалған пайғамбарның сахабаларына қарғыс айтатындар осы шииттер. Бірақ бұл шииттерді көрсеңдер, мына Google-дан болсын, YouTube-дан болсын, мынадай тоже олар үстеріне шапан сияқты бір нәрсе киеді, әйелдері бастарына орамал тағады, үлкен бағандай киімдерді киеді. Былай қарасаң да. Бірақ олардың нелерінде, ақидаларында осындай бір кішкене айырмашылықтар бар. Сосын тағы бұлардың бір айырмашылығы неде? Бұлардың айырмашылығы мына Хасан мен Хусейнді ұлықтайтын топтар, бұлар мына Google-дан қарасаңдар, арқаларын қылышпенен кесіп жатады. Какой-то бір күні арқаларын қылышпен кесіп жатады. Бұл күн Хасан мен Хусейнге табыну күні. Вот. Енді бұл туралы разбор жасай беруге болады, бірақ осы шиизмнің ең бірінші негізін қалаған адам осы Абдулла ибн Сәба деген адам болады, иудей. Бірақ бұл иудейдің аты Абдулла, бұл арабша есім. Арабша. Не үшін арабша? Себебі яхудилер. Бұлар біз айттық, бұлар кешегі Бәну Исраилдар. Бәну Исраил бізде Құранда келетін, я Бәни Исраиля деп келе беретін қайта-қайта кімдер? Бұлар Бәну Исраилдар, бұлар яхудилер. Бірақ яхудилер кейін өзін арабан іштік фитнаға бөлуіне байланысты бұлардан христиандар бөлініп шықты. Бірақ бұлар кімнің балдары? Баяғы Яқуб алейхиссаламның. Біз айттық, Ибрахим пайғамбардан Исхақ тарады, Исхақтан Яқуб тарады, Яқубтан Юсуф, Бинямин, сосын Юсуфты құдыққа тастап жіберетін 10 ұрпақ тарады дедік. Сол Юсуфты құдыққа тастап жіберетін 10 ұрпақты ішінен кімдер тарайды? Яхудилер тарайды. Мына Юсуф алейхиссаламды құдыққа тастағандар, бұлар кейін тәубе етті. Бірақ тәубе еткен бауырларының арасында да жаман ниетте қалғандары болды. Солардан кімдер тараған? Яхудилер тарайды. Бірақ яхудилерді Бәну Исраилдар деп көрсетеді көп жерде. Бұл Бәну Исраилдар яхудилер. Бұлар кейін, бұлардың ішінен біз айттық қой, көп пайғамбар осылардан келді. Бұлардың барлығы жаман емес. Бұлардың арасында жақсы пайғамбарлар тоже болды. Жақсы адамдар болды. Сол жақсыларынан Аллах пайғамбар шығарды. Кімдер шықты? Сулейман алейхиссалам, Дауд алейхиссалам, Муса алейхиссалам, Харун алейхиссалам, Иса, Закария, Яхия. Бұның барлығы кімнен келіп жатыр? Бәну Исраилдан келіп жатыр. Яғни 100% пайғамбардың 80% осы Бәну Исраилдардан шықты. Енді
Ал мына жаман жағынан осылардың ішінен пайғамбарларды өлтіргендер, Закария мен Яхияны өлтіргендер, болмаса басқалар Мұсаға көп зиян келтірген қауымдар Құранда да келеді, 1000 жыл өліп тірілген қауымдар. Бұлар не істеді? Бұлар онысымен қойған жоқ, бұлар жердің бетіне бағанағы нечистыны тарата берді. Сонымен бұлар көп жерде Аллахтың қарғысынан ұшырады, чрезмерно высокомерный болыңдар. Қазіргі яхудилер чрезмерно высокомерный, өте сильно тәкаппарлыққа барғандар. Вот. Енді бұның барлығының бірінші болып негізін қалаған адам біз Абдулла ибн Сәбә, бұл иудей деп айттық. Түсінікті ғой, яхуди деп неге айтып жатырмын. Одан кейін хауариждің негізін салушы дедік. Абдулла ибн Сәбә. Хауариждерді не үшін шығарды Абдулла ибн Сәбә? Өйткені бұлар тоже намаз оқиды, бұлар тоже Аллахқа сенеді, бұлар тоже пайғамбар саламға сенеді. Бұлай жатқан кезде как мұсылманнан айырмашылығы жоқ бұлардың. Біз бұларға кәфір деп такфир бермейміз. Өйткені бұлар ля иляха иллаллах Мұхаммад расул айтады. Бірақ бұлардың бір кішкене не жері, қателескен жерлері бағанда чрезмерно дінде қатысы. Мысалы бізде хайттың уақытында намаз оқымау, хайттың уақытында ораза ұстамау дегендер болады ғой. Бұларда чрезмерно біз мықты болуымыз керек, біз чрезмерно құлшылықта болуымыз керек деп, бұлар хайттың уақытында да намаз, хайттың уақытында да ораза ұстау деген сияқты чрезмерно құлшылыққа берілетіндер. Осыларды бізде хауарижим деп айтады, или бізде игіш деп айтады көбінесе, иә. Вот, осы екі бөліктің негізін қалған адам осы Абдулла ибн Сәбә деген иудей. Бұл адам мына Осман ибн Аффанның территориясы көбейген кезде бұл адам бұған көнген жоқ, сөйтіп яхудилерге барып көмек сұрайды. Давайте Осман ибн Аффанды биліктен алайық, давайте соқсайық дейді. Бірақ көп яхуди бұған келіспейді, өйткені яхудилер даже өздері не істемесе де, пайғамбарға сенбесе де, иман келтірмесе де, олар бірақ түсінді бұл соңғы пайғамбар екендігін. Сондықтан бұлар қорқып, бұлар не дейді? Жоқ, біз бұған келіспейміз, біз бұған қосылмаймыз деп бұлар келіспейді. Бірақ яхудилер Абдулла ибн Сәбәға мынадай кеңес береді, чтобы сен Осман Аффанды өлтіруің үшін қандай тактиканы пайдалануың керек деген. Бірінші тактика бұл мұсылмандардың арасына молодеждар шығара беру керек. Молодеждар әкеледі, ол молодеждар как білім талап ететін адам болады. Білім талап ететін адам болғаннан кейін олар халықтың ішіне кіреді, халықтың ішіне кіргеннен кейін как молда болады, уже білім талап етеді, уже молда болады, атақты да бір не болған кезде, авторитетный адам болған кезде, бұлар халықтың арасында уже халық уже бұлар толип, ойбай бұлар деген керемет деген кезде бұлар уже нені шығара бастау керек? Жалған хадисті шығара беру керек. Бұл кімнің? Абдулла ибн Сәбәнің бірінші әкелген тактикасы. Бұл жалған хадистердің көп шыққан уақыты, бұл қай уақыт тоқтады? Кім? Бұхари рахимулланың уақытында тоқтады. Бұхари рахимуллаға дейін жалған хадистерді шығару деген тактика яхудилердің арасында өте көп тараған тактика. Бұл енді имам Бұхари рахимулланың сирасын разбор жасаған кезде мен бұл нәрсеге тоқталамын. Қалай жалған хадистерді тарату тактикасы тоқталды, қалай тоқтады, кім тоқтады, кім ажыратты да жалған хадистің шынайы хадисте. Сол туралы кейін разбор жасаймыз. Әзірге осы жалған хадистердің басын бастаған адам осы Абдулла ибн Сәбәнің адамдары. Сосын да уже жастар, уже бұларды уже как молда, уже бұлар білім талап ететін адам деп уже сенді ғой. Сенген кезде бұлар жалған хадисті әкелді да адамдар осылардың ізденін ере бастады. Екінші Абдулла ибн Сәбәнің екінші әкелген нәрсесі бұл кімнің? Осман ибн Аффанның атынан өтірік әңгімелер тарата бастау. Осман Аффан ұрлықшы, Осман Аффан халықтың қазынасын жейді екен, Осман Аффан акасы жетім жесірлердің хаққысына кіреді екен деген сияқты әңгімені тарату осы тоже кімге ал болды? Ол кімнің? Абдулла ибн Сәбәнің еншісіне кірді, екінші. Осылайша Осман ибн Аффан бұны ешқайсысы білмейді. Абдулла ибн Сәбәнің үшінші әкелген тактикасы бұл сахабалардың арасында іріткі жасау. Ол уақытта жәннатпен сүйіншіленген 10 сахаба бар ғой бізде. Осы 10 сахабаның арасында іріткі тарата бастады. Мысалы, Әлиге барады, о Әли, давай ты лучше, чем Осман, давай сен билікке кел дейді. Абдурахман ибн Ауфқа барады, о Абдурахман, ты лучше, чем Осман, сен билікке лучше. Не болмаса бағанағы кімге барып, кім еді?
Зубайыр бен Ауамға барып, о Осман Зубайыр сен кереметсің, ана Осман текке отыр билікте деген сияқты сахабалардың арасында бағана адамдарды жинап, Абдулла бен Сәбә әр үйге осындай не жібере бастады, послание, елші жібере бастады, посланник. Сонымен бірақ бұл сахабалар бұған келіскен жоқ. Мысалы Әлиге барған адамдар Әли есігін жауып алды, что сендер қарғысқа ұшырағансыңдар, анығында Осман ибн Аффан лучше чем меня деп бағандай бұлар отказ берді да есіктерін жауып алып бұлар кіргізген жоқ сол уақыттарда. Сонымен енді Абдулла ибн Сәбәнің бұл тактикасы жүзеге аспағаннан кейін Абдулла ибн Сәбә не істеді? Халықтың арасында Осман ибн Аффанның атынан не бере бастады? Пәтуа. Бұл пәтуа немен байланысты болды? Бағандай бір какой-то народқа барады, тайпаға барады, айтады, осы Осман ибн Аффан правитель сендердің қолдарыңды шапсын деп жатыр дейді. Бір народқа барады, сендердің аяқтарыңды шапсын деп жатыр. Халық ойлайды, не үшін шауып жатыр Осман Аффан? Әлі есен алдасты ма? Осман Аффан ол уақыттарда уже 70-ің ояқ қойғандағы үлкен адам. Неге себепсіз Осман бұлай жасап жатыр деп көп адам осы уақытта көтерілді Осман ибн Аффанға қарсы. Бұны митинг деп айтады. Сөйтіп 6000 адам жиналды Осман ибн Аффанға қарсы. Бана халық, народ ештеңе түсінбей жатыр ғой. Ал Осман ибн Аффан бұл уақыттарда неге білмеген? Өйткені бұл уақыт Зүлхиджаның уақыты болды, қажылыққа баратын уақыт болды. Көп сахабалар Мединені тастап қажылыққа кетіп қалған. Ал Осман ибн Аффан кешікті. Өйткені Осман ибн Аффанның бір ерекшелігі, бұл бағанағы халықтың артынан қалып, кім қалды, кім қалмады, қандай жағдай болып қалды, болмады, солардың барлығын реттеп ең соңынан шығатын Осман ибн Аффан. Ал сол уақыттарда бағана 6000 халық кімнің Осман ибн Аффанға қарсы көтеріледі. Бірақ басқа сахабалар ол уақытта бұл жағдайдан бейхабар. Өйткені олар қайда? Олар Меккеде қажылықтың уақытында болып жатқан нәрсе бұның барлығы. Сонымен енді бұлар не істейді? Бұлар бағанағы 6000 халық просто так көтерілмейді, бұлар кімнің үйін қоршайды? Осман ибн Аффанның үйін қоршайды. Сөйтіп не дейді? Осман, анығында біздің талабымыз, митектің өзінің талабы бар ғой. Біздің талабымыз, что сен биліктен кет дейді. Бізге басқа ештеңке керек емес. Біз басқа талап етпейміз, просто сен кет, маған сол жеткілікті. Бірақ Осман ибн Аффан бұған келіскен жоқ. Осман ибн Аффан не дейді? Мен давайте деді, басқа адамдармен ақылдасайын, басқа сахабалар не айтады, солармен ақылдасайын деп бұл келіседі. Сонымен Осман Аффан сол жердегі қасындағы нелерменен кеңес мүшелері. Ол уақытта кеңес мүшелерден қазір мысалы парламент үйі деген бар ғой, президент бір заң қабылдайтын кезде парламент өкілдері келіседі, ақылдасады, там какой-то заң қабылдайтын кезде. Сол сияқты бар бағанағы бұл мына парламенттің, президенттің болулары, бұлардың барлығы Осман және кімнің, Омар радиаллаху анхудың кезінде бұлар уже қалыптасқандар. Омар радиаллаху анхудың сирасында мен айтқан болатынмын, что бүкіл жерге мына госслужба деген нәрсені алып келген Омар радиаллаху анху. Әр жерге әкім, имам, әр қаланың губернаторы болу деген нәрсені алып келген адам Омар радиаллаху анху. Және кім? Және Осман радиаллаху анху. Ал бұны біздер ойлаймыз, бұлар қазіргі нелердің саясаты деп та, бірақ самом деле бұлар баяғы Осман мен Омар радиаллаху анхудан келген нәрселер. Сөйтіп сол өкілдерменен Осман еді мен ақылдасайын деп шешеді. Сөйтіп кеңес мүшелерін шақырады Османның үйіне. Сөйтіп барлығы сөйлесе бастайды. Не болып жатыр, не қойып жатыр? Сонда бір сахаба тұрады, Осман, давай дейді, соғысайық дейді мыналарменен. Бұлармен Осман соғыспаймын дейді. Неге соғыспаймын? Өйткені бұлар мұсылмандар. Бағана айттық қой, хауариджер бұлар мұсылмандар. Олар ля иляха иллаллахқа сенеді, Мұхаммад Расулға сенеді. Намаз оқиды, ораза ұстайды, Рамазанда Құранды оқиды. Ешқандай да бұлардың мұсылмандардан айырмашылығы жоқ. Только бағана чрезмерно ауытқитын жер болмаса, атак хауариджерді біз оларға кәфір деп такфир бермейміз. Осман Аффан еді, бұлар мұсылмандар, мен мұсылманға қарсы қылыш көтермеймін деп Осман ибн Аффан бұл нәрсеге келіскен жоқ. Енді екінші бір адам тұрады, давайте Муауияға әскер жіберек дейді. Муауия кім? Муауия Сирияның правителі. Ол уақытта мына бағана айттым ғой, Омардың уақытында Омар радиаллаху анху әр қалаға әкім тағайындап тастаған. Кәдімгі біздің әкімде сол сияқты ол уақыттарда әр қаланың губернаторы болған. Сол губернатор қылып, ана Сирияның губернаторы есебінде Муауия радиаллаху анхуды тағайындап қойған. Баяғыда Омардың уақытынан бастап келе жатқан адам бұл Муауия. Сол Муауияның қолында бүкіл халифаттың несі болады? Қару-жарағы, аттары, былай соғысқа не керек, соның бүкіл мүлкі Муауияның қолында болады, как губернатор есебінде. Соған не дейді? Бұл бір сахабада, давай Муауияға әскер жіберейік, Муауия бермен қарай бізге әскер алып келсін.
сөйтіп сол әскерменен мына қарсы шығып жатқан адамдардың барлығын жазалайық дейді. Бірақ Осман ибн Аффан бұған тағы келіскен жоқ. Неге? Өйткені мен пайғамбар саламның жатқан жерінде қан төкпеймін. Білеміз, что өткен біз айттық, пайғамбар салам Мединеде жерленді, Айшаның үйінде, дұрыс па? Ал енді Осман ибн Аффанның айтып тұрған нәрсесі неде? Осман ибн Аффан айтады, мен пайғамбар саламның жатқан жерінде қан төкпеймін. Сондықтан мен бұған келіспеймін деп Осман ибн Аффан тағы да екінші рет отказ береді. Үшінші біреу айтады, давай Осман, сен қаш дейді. Мыналар сені қазір өлтіреді, билікті босатпасаң да, сондықтан қаш дейді. Бірақ Осман ибн айтады, мен өлсем осы пайғамбар саламның жерінде өлем, пайғамбар салам қасында өмір сүрдім, пайғамбар саламның қасында өлгім келеді, мен ешқайда бармаймын деп Осман ибн үшіншіге отказ береді. Сонымен төртіншісі айтады, о Осман, сен билікті берме дейді. Билікті берме, бірақ биліктен кетпе дейді. Биліктен де бермейсің, кетпейсің. Хоть өлтірсе де, өлтірмесе де, сен осы жерде қаласың. Мен Осман Аффан келіседі бұл нәрсеге. Не үшін Осман Аффан бұл жерде келісіп жатыр? Себебі, мысалы, Осман Аффан қазір, сендердікі дұрыс, мен билікті босатамын деп кетіп қалатын болса, бұдан кейін келген топтар болмай ма, мысалы, правительге қарсы көтерілетін митингтер, да? Солардың барлығы любой уақытта көтеріліп, правительді ауыстырып, ұнамаса, правитель қайтадан митингке шығып, правительді ауыстырып, бір сондай бір берекетсіздік болады халықтың арасында. Сол үшін Осман Аффан биліктен кетпеуді дұрыс деп есептейді. Хоть өлтірсін. Сонымен Осман Аффанның басқа уже сахабалардың барлығы кетеді. Осман Аффан әйелімен сол үйде қалады. Осылайша бұл үй 6 ай бойы асадыға алынады. 6 ай бойы Осман Аффан үйінен шықпайды, оны шығармайды. Кәдімгі блокада қойылады. Осман Аффан не жұма намазға жібермейтін болады, не оған ішіп желенетін су берілмейтін болады, не тамақ берілмейтін болады. Только Осман Аффан үйінде өмір сүретін болады. Ешкім ештеңе істей алмайды. Өйткені правитель Османның бұйрығы бойынша ешқандай сахаба келіп тұрған адамдарға қылыш көтермеу керек. Өйткені бұлар кімдер? Бұлар мұсылмандар. Түсінікті ғой, Енді 6 айдың ішінде бірінші болып көтерілген әйел бұл Сафия бин Хуай радиаллаху анха. Сафия бин Хуай радиаллаху анха кім? Сафия бин Хуай радиаллаху анха пайғамбар саламның әйелі. Сафия бин Хуай радиаллаху анха тоже еврейка. Сафия бин Хуай не үшін көтеріліп жатыр? Өйткені Сафияның үйі Осман ибн Аффанның үйіне жақын болады. Сол үшін как бұл менің көршім, бір жағынан пайғамбар саламның адамы, сахабасы. Мен енді қазір барсам, енді как мать проверена есемде маған ешкім қолын тигізіп мені ұра қоймас. Өйткені как мұсылман болған адамға пайғамбар саламның әйелдері как мать проверена, оларға ешкім сөз тигізуге, оларға қол тигізуге болмайды. И сөйтіп кім? Сафия бин Хуай радиаллаху анха жолға шығып, бағана түйенің үстіне мініп, түйенің үстіне мынадай не болады? Күйме, не деді? Паланкинг деп айтады ғой, паланкинг. Соның ішіне отырып Сафия бір қолмен ыдысты алып барады. Бірақ барған кезде бұны көрген бағанағы адамдар Сафияны түйеден құлатып, Сафияны теуіп, кімнің үйіне кіргізбейді? Осман ибн Аффанның үйіне. Сол кезде Сафия радиаллаху анханың аузынан бір сөз шығады. Анығында бұлар тозақтың иттері деген. Біз білеміз, что хауариждерге байланысты хадис бар, что олар тозақтың иттері деген нәрсені. Бұл сөзді сол жерде бір адам естиді. Бағана 6000 топтың ішіндегі бір адам естиді. Бұл адамның аты кім еді? Атын ұмытып қалдым. Сол адам естиді. Сөйтіп бұл бағана пайғамбар саламның әйелінен естігеннен кейін бұл адам сразу тәубе етіп Әлидің сахабалардың қатарына кіреді. Уже мен бұлармен бірге болмаймын, оказывается мен қателесіппін, мен енді Осман Аффанның жағында болам деп, бұл адам тәубе етіп мұсылмандардың жағына өтеді. 6000-ның ішінде бір адам. Сонымен уақыт жылжиды. Сөйтіп жатқан кезде 6000 топтың ішінен Осман Аффанды өлтіруге кім кіреді енді? Өткен 6 айдың ішінде уже Осман Аффан ішпеген, жемеген үйінде осы уақытта Осман Аффан түстің енді су жоқ, тамақ жоқ болғаннан кейін Осман Аффан только оразамен ғана өмір сүреді. Өйткені басқа вариант жоқ. Сол уақыттарда Осман ибн Аффан түсте ұйықтаған кезде түс көреді. Көзі ілініп кетеді, сөйтіп оянып түсінде кімді көреді? Түсінде пайғамбар саламды көреді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям дейді: "О Осман, сен ашсың ба?" дейді. Осман Аффан: "Осы Аллахтың елшісі, мен ашпын" дейді. "О Осман, сен шөлдедің ба?" дейді. Осман Аффан радиаллаху анху: "Аллахтың елшісі, мен шөлдедім" дейді. Сонда пайғамбар салам дейді: "О Осман, анығында бізбен бірге бүгін ифтарды жасауға қалай қарайсың" дейді. Субханалла.
Бұл не деген сөз? Бұл Осман Аффанның бүгін ифтардың уақытында қайтыс болатындығын білдіреді. Осман Аффан сол күні ораза тұтады, сөйтіп бұл күліп оянады. Күліп оянған кезде бұның қасында әйел Лейла, о Осман неге күліп атсың дейді. Неге күліп атсың? Біз уже ішкен жоқпыз, жеген жоқпыз, біздегі мана асаданың босайтын түрі жоқ дейді. Сонда Осман Аффан дейді, анығында мен бүгін пайғамбар көрдім, мен бүгін ифтардың уақытында бұл өмірде болмаймын. Анығында мен шахид болам деп кім Осман ибн Аффан радиаллаху Лейлаға жағдайды түсіндіреді. Сөйтіп сол күні ифтардың уақытында үйге екі адам кіреді. Сөйтіп екі адам кірген кезде біреуі Осман Аффанның саусақтарын шаппақшы болады, бірінші болып. Сонда Осман Аффан әлгі адамның жағасынан алып сөйлей бастайды. Анда сен қалайша менің қолымды шабасың? Бұл қолдар кезінде уахиді жазған емес па? Бірақ оған қарамайды, сол жерде екінші адам Осман Аффанның басынан ұрып, сөйтіп Осман Аффанды ифтардың уақытында өлтіреді. Осман Аффан өлгеннен кейін бұлар Осман Аффанның саусағын шауып, сол жердегі Лейлаға лақтырды. Лейла Осман Аффан радиаллаху анхудың әйелі. Бірақ ол уақытта Лейла Османның дәл қасында болмайды. Осман басқа комнатада, Лейла басқа комнатада. Вот осы жерде мынадай бір польза шығады. Біздегі сестралар мен сестралар өздерінің бана күйеуіне бір жағдай болып қалған кезде браттардың арасына түсіп бір күйеуіне болысқысы келеді. Иә? Бірақ бұл дұрыс емес. Өйткені Осман Аффанды өлтіріп жатқанда Лейла не істеген жоқ? Лейла комнатадан шыққан жоқ. Бұл не? Бұл әйелдің честі. Әйелдің достоинствосы осында. Омар радиаллаху өлтіріп жатқан кезде де Омардың әйелі комнатада отырды. Ол менің күйеуімді өлтіріп жатыр, ойбай мен күйеуіме болысуым керек, давайте жолдан былай тұрыңдар деп айқайласып, анаған бір шаң-шаң кетіп, мынаған бір шаң-шаң кетіп, ондай нәрсе болған жоқ. Сондықтан особенно мына ненің кезінде, фитнатның кезінде әйелдер мүлде еркектің арасына араласып керек емес. Егер сен өзіңнің честіңді қорғаған кезде, как достоинство әйел ретінде көмектескің келсе, күйеуіңе тым тырыс қана бөлмеде отыру керек. Болды. Басқа ештеңе емес. Өйткені Осман Аффанды өлтірген кезде Осман Аффанның саусақтарын пакетке салып, кімге қарай лақтырады? Лейлаға қарай лақтырады. Вот, мә ал. Бірақ олардың да бір құрметі бұл жерде да, Лейлаға кіріп, Лейланың басқа жеріне тиісіп, не болмаса қолынан ұстап, басқа нәрсе болған жоқ. Вот. Енді Осман Аффан радиаллаху осылайша шахид болды бізде. Енді осыдан кейін не басталады? Біз айттық, сүннет бойынша правитель қабірге қойылмайынша екінші правитель тағайындалу керек дедік. Иә, мысалы, правитель өлді, біз айттық, пайғамбар өлді, бірақ пайғамбар қабірге қойыламға дейін Абу Бакр радиаллаху не болып тағайындалды? Правитель болып тағайындалды, халиф болып тағайындалды. Бұны сүннет бойынша правительдің тағайындалу деп айтады. Енді қазір Осман өлді, Османнан кейін билікке екінші правитель келу керек. Бұл кім? Бұл Әли радиаллаху. Әли радиаллаху халиф болып сайланды, ал Осман Аффан әлі қабірге қойылған жоқ ол уақыттарда. Енді Осман Аффанның қабірге қойылу үлкен фитна, өткені мына келіп тұрған 6000 қауым Осман Аффанның телосын бермейді. Біз бермейміз. Анығында сендер біздің қалаған адамымызды правитель қылуларың керек. Біз Әлиді қаламаймыз, біз басқаға біздің өзіміздің бағанағы қалайтын адамымыз бар деп. Сөйтіп бұған ешкім келіскен жоқ. Сөйтіп кім? Әли радиаллаху халиф болып тағайындалды сол уақыттарда. Сонымен сахабалар түнде тығылып, кімнің? Осман Аффанның денесін ұрлап, Әл-Бақыға барып түнде жерлейді. Осылайша Осман Аффан радиаллаху бізде Әл-Бақыда жерленді радиаллаху. Енді билікке Әли келді. Бірақ Әли келген кезде халықтың әлі ашуы басылмаған. Ол уақыттарда Айша анамыз тірі. Біз айттық, пайғамбар саллаллаху ең соңынан өлген әйелдер бұл Айша болды. Сол уақыттарда кім еді? Сәлама радиаллаху болды, Хафса радиаллаху болды. Бұлар ең соңынан қайтыс болған пайғамбар саллаллаху әйелдері. Сосын ол уақыттарда әлі көп сахабалар тірі болды. Анау Бәдірде қатысқан, Ухудта қатысқан, Хандақта қатысқан, Мутғада қатысқан бүкіл көп сахабалар тірі болды. Бұлар не келіскен жоқ? Бұлар Әлидің келген халифалығына келіскен жоқ. Бұлардың сұранысы, о Әли, енді сен халиф болдың, енді давай Осман Аффанды өлтірген 6000 топты жазалайық. Енді Осман Аффан кім еді? Осман Аффан пайғамбар саллаллаху екі қызына үйленген адам. Күлсімге және Руқайяға үйленген адам, дұрыс па? Сондықтан біз просто так бұлай болмайды. Кімнің? Осман Аффанды кім өлтірді? Солардан жазасын алайық, бәрі кінәлі. Осы митингке шыққандар кінәлі, бәрін жазаға тартайық дейді. Бірақ Әли радиаллаху бұған келіскен жоқ.
Әли радиаллахудың халифалығының бір ерекшелігі Әли радиаллахудың асықпауында. Әли радиаллаху айтады, мен барлығын жазалай алмаймын. Өйткені митингтің ішінде, митингті білесіңдер, иә? Бағандай, біреу эмоцияға еріп кіреді, біреу там не істеп жүргенін білмейді. Адам бар, бізде барайық деген сияқты бір-біріне еріп кететіндер болады. Сондықтан Осман ибн Аффан радиаллаху осы кезде кім Осман деп Әли радиаллаху дейді, мен бағанағы 6000 топты зерттейін, расследование жасайын, кім кінәлі, соны ғана дарға асамын. Зачем 6000 адамның барлығын дарға асып деп Әли радиаллаху бұл нәрсеге келіскен жоқ. Ал енді осы аралықта уже кім Әли радиаллаху уже халиф есебінде тағайындалды. Әли радиаллаху халиф есебінде тағайындалған кезде бұл уақытта Айша радиаллаху бұл уақытта уже қасына Зубайр бен Ауам, Осман ибн Тальха және тағы да бірнеше мың әскерді ертіп Куфаға барады. Куфаға не үшін барады? Куфада бағанағы 6000 халық көтерілген жер Куфа деген қаладан болады. Сол жердегі 6000 адам, Осман Аффанды өлтірген адамның 6000-ын барлығын барып пленге ала бастайды. Сендердің барлықтан кінәлісіңдер, қалайша сендер Осман Аффанның өліміне қолдарыңды саласыңдар да, просто так сендер кетпейсіңдер, біз сендердің пленге аламыз, и барлығын пленге ала бастайды. Бұны кім естейді? Бұны Әли естейді. Әли как халифқа бағыну керек, иә? Правительге бағыну керек. Бірақ бұлар бағынбайды. Сонымен Әли бұны естіген кезде, сендер қалайша сендер бағынбайсыңдар, мен сендерге айттым, асықпаңдар, барлығы жазаланады, бірақ уақытымен барлығын расследование жасаймыз, кім кінәлі, кім кінәсіз білеміз, содан кейін барып барлығы болады. Бұған Айша анамыз келіскен жоқ. Сөйтіп бұл арада не басталады? Айша мен Әлидің арасында соғыс басталады. Айша мен Әли радиаллаху анхудың арасындағы соғыс бұл жалпы тарихта түйе соғыс деп аталады. Бұл жердегі келісім Әлидің асықпауында, Айша анамыздың бағанағы Осман Аффанға өлтіруге қатысқан адамның барлығын жазалау, әркімнің өзінің ұстанған бағыты болды. Сөйтіп екі жақ әскер жинайды. Әлидің өзінің қатарында әскер болды, Айшаның өзінің қатарында әскер болды. Осылайша Әли мен Айшаның арасында үлкен соғыс басталады. Бұл соғыс жалпы тарихта өте ұзақ соғыс, бірақ мен оны коротко түсіндірейін. Өйткені бар жоғы 1 сағат бізге берілген. Негізі бұны 8-10 сағатқа разбор жасауға болады. Өйткені бұл жерде шахид болатын сахабалардың сандары өте көп. Сонымен Әлидің жағында да мұнафиқтар болады. Баған Абдулла ибн Сәбаның аяғы жасаған нелер бар, мысалы тактикалар. Бірінші айттық қой, что білім талап ететін адамдар болды, солар халықтың арасынан қарсы шықты деп. Вот солар кімнің Әлидің қатарына кіре бастайды. Біреуі кімнің Айшаның қатарына кіре бастайды. Сөйтіп екі жақ бір-бірімен қатар уже міне деп бетпе-бет келген кезде бұлар уже шешеді, что Әли менен кімді Айшаны кездестірмеу керек. Егер қазір екеуін кездестірсек, екеуі бір шешімге келеді, соғыс тоқтап қалады. Сондықтан бірінші кезекте Әлидің қатарындағы мұнафиқтар Айшаның қатарындағы мұнафиқтарға қарсы садақ ату керек. Айшаның қатарындағы мұнафиқтар Әлидің қатарындағы мұнафиқтарға садақ ату керек. Оны кімдер ойлайды? Оны Әли ойлайды, маған Айша оқ атып жатыр деп. Айша ойлайды, маған Әли оқ атып жатыр. Осылайша соғыс екі жақтан басталады. Бұл уақыттарда Әли радиаллаху уже түсінеді тактиканы, что бұл нәрсе екі жақтың тарапынан емес, бұл жерде какой-то мұнафиқтардың несі бар да, араласу бар. Сонымен Әли радиаллаху айқайлай бастайды, мұсылмандар бір-бірлеріңді өлтірмеңдер. Өйткені Айшаның қатарында дағы мұсылмандар, Әлидің қатарында дағы мұсылмандар. Ол бір-бірлерін өлтіруге болмайтын еді. Бір-бірлерімен соғысуға болмайтын еді, бірақ Әли радиаллаху осы жерде айқайлай бастайды, мұсылмандар, тоқтаңдар, бұл жерде какой-то бір не бар да, саясат, тоқтаңдар дейді. Бірақ бұны кім естейді? Бұны кімнің қатарындағы Айша радиаллаху қатарындағы Зубайр бен Ауам естейді. Зубайр бен Ауам кім? Зубайр бен Ауам бұл жәннатпен сүйіншіленген 10 сахабаның біреуі осы Зубайр бен Ауам. Зубайр бен Ауам кімнің күйеуі? Әсма бин Абу Бакрдың күйеуі. Әсма бин Абу Бакр кім? Абу Бакрдың қызы Әсма, Айшаның туған сестрасы Әсма радиаллаху анха. Сол естейді Әлидің даусын. Сөйтіп бұл айқайлайды, мұсылмандар тоқтаңдар, анығында мен Әлидің дауысын естіп жатырмын. Біздің тарапымыздан емес, какой-то бір басқа нәрсе болып жатыр бұл жерде деген нәрсені естейді.
Ол уақытта Айшаның қатарына мұнафиқтар Зубайр бен Ауамның уже түсінгендігін байқайды да, уже егер қазір Зубайр бен Ауам айқайласа, басқаларының барлығы Зубайрды тыңдап қылыштарын жерге түсіруі мүмкін. Ал это для кімдерге, мұнафиқтар мен яхудилерге это невыгодно соғыстың тоқтағаны. Бұларға выгодно, что Али мен Айша бір-бірін өлтіру бұларға выгодно болды. Сөйтіп үлкен найзаны алып, бір мұнафиқ кімге қарсы, Зубайр бен Ауамға қарсы найзаны лақтырады, и Зубайр бен Ауам радиаллаху осы Айша менен Алидің арасындағы соғыста шахид болады. Зубайр бен Ауамды өлтіргеннен кейін Зубайр бен Ауамның қылышы болады. Сол қылышты өзіне бұл адам трофей есебінде алады. Бұл трофей есебінде алған қылышты кейін бұл адам өзімен бірге алып жүретін болады, что мен кезінде бағанағы мұнафиқ Зубайр бен Ауамды өлтіргенмін деп кейін бұл адам мақтанған. Бірақ кейін қай жылдары, бір 3 жылдан кейін ба, 4 жылдан кейін Зубайр бен Ауамның баласы билікке келді, Абдулла бен Зубайр деген. Абдулла бен Зубайрды біле шығарсыңдар, иә? Атақты сахаба тоже, бұл тоже Әсманың баласы, Зубайр бен Ауамның екеуінің арасынан туылған бала. Сол келеді. Ол уақытта Абдулла бен Зубайр халиф болған. Бұған бағанағы Зубайр бен Ауамды өлтірген адам всегда қылышын алып жүргеннен кейін адамдар танып, әлгі адамды Абдулла бен Зубайрға алып келеді. Вот, мынау сенің әкеңді өлтірген Зубайр бен Ауамды, вот, мынау қылышы как трофей есебінде алып жүр, как куәгер. Неңді ал, кегіңді ал, әкеңді өлтірді десе, Абдулла бен Зубайр нейді, анығында мен бұны өлтірмеймін, мен бұны ар намысынан қалдырдым дейді. Яғни ар намысынан қалдырдым деген нәрсе не етеді, өзі мына ішінен күйіп өледі ғой, бір адам деген ішінен өз-өзін жеп, осындай болып өлсін деп бұны адамды өлтірмеген. Бұл адам ең соңында тәубе етті ма, тәубе етпеді ма, қайда өлгендігі туралы мүлде еш жерде информация жоқ, осы Зубайр бен Ауамды өлтірген адамның сирасына байланысты. Енді Зубайр бен Ауам өлген кезде Зубайр бен Ауам сол жерде құлады ғой найзамен. Бұны кім көреді? Сол жердегі кімнің, Айшаның қатарында болған Осмай бен Тальха радиаллаху көреді. Осмай бен Тальха көрген кезде бұл не істейді? Бұл анығында біздің қатарымызда мұнафиқтар бар, Зубайр бен Ауамды өлтіріп жатыр, соғысты тоқтатайық деген кезде екінші мұнафиқтардан ұшатын найза Осмай бен Тальхаға қарай ұшады. Осмай бен Тальха осы соғыста тоже шахид болады. Осмай бен Тальха радиаллаху шахид болған кезде үшінші найза кімге қарай ұтылады? Енді Айша радиаллахуға қарай жүгіреді. Бірақ бұл найза қайқа қарай барады? Кімнің? Айшаның отырған күймесіне. Айша радиаллаху отырған кезде мындай түйенің үстінде күйме болатын болған. Баяғыда не етеді ондайларды? Күйме деп айтады ғой, қанша паланкинг. Баяғыда әйелдер ненің үстіне отыратын еді ғой. Түйенің үстінде мынадай беті жабық, да, мына кинодан да көресіздер ғой. Сондай заттың ішінде отыратын болады Айша радиаллаху. И сөйтіп, үшінші найза кімге етеді? Үшінші найза Айшаның түйесіне етеді. Айшаның түйесіне тиген кезде Айшаның түйесі құлайды, түйе құлаған кезде Айшаның өзі құлайды. Айша құлаған кезде екі жақта қаруларын қояды, өйткені Айша радиаллаху бұл пайғамбардың әйелі, как мат проверенных, ол құлаған деген сөз, значит, что-то не так. Екі жақта да что-то не так деген бір знак. Сөйтіп, екі жақ қаруды қояды. Екі жақ қаруды қойған кезде енді Айша күйменің ішінде құлап жатыр, енді оны кім көтереді? Өйткені Айша радиаллахуны ешкім қолынан ұстауға болмайды, кроме оның мәхрамнан басқа. Кез келген адам барып Айшаны кел, давай мен саған көтеріп жіберейін, сен құлап қалыпсың деуге ешкімнің правасы жоқ. Ешкім Айша анамыздың бетіне барып қарауға, сөйлеуге, не болмаса қолынан ұстауға ешкімнің хақы жоқ. Ол уақыттарда екі жақ қаруды қойған кезде Әлидің қатарында кім болады? Әлидің қатарында Мұхаммад ибн Абу Бакр болады. Мұхаммад ибн Абу Бакр кім? Мұхаммад ибн Абу Бакр Абу Бакрдың үшінші әйелі Әсма бинт Увайс радиаллаху туылған бала. Біз ана кімнің, Абу Бакрдың сирасында алдына разбор жасаған кезде мен сендерге айтқан болатынмын. Абу Бакрде бірінші Кутайла деген әйел болды. Одан кейін Руман болды, кешегі Айша мен Абдурахманның туып отырған әйел. Үшіншісі Әсма бинт Увайс болды. Әсма бинт Увайс радиаллаху кімді алып келді өмірге? Мұхаммад ибн Абу Бакр деген баланы алып келді, Мұхаммад деген баланы. Біз айттық, Асма кейін Абу Бакр өлгеннен кейін Жақфарға күйеуге шықты. Бірінші Жақфарға күйеуге шықты. Жақфарды қайтыс болған кезде Абу Бакрге күйеуге шықты. Абу Бакр қайтыс болған кезде Әли радиаллахуға күйеуге шыққан жалғыз әйел осы Асма бинт Увайс радиаллаху. Помните, да? Сол әйелден туылған бала Мұхаммад ибн Абу Бакр кімнің қатарында болады? Әлидің қатарында болады. Әлидің қатарында как әскер болады.
бұл бағана өзінің сестрасы Айша радиаллаху анха құлаған кезде бұл кімнен? Әлиден рұқсат сұрайды. О правитель, мен барып сестрамды көтерейін, күймеден құлаған деп. Сонымен Мұхаммед Абу Бәкір барып, енді Мұхаммадтың екендігін Айша білмейді. И бұл күймеге не істейді? Күймеге қолын созады. Кел, мен саған көмектесейін дегендей. Бірақ Айша ойлайды, бұл басқа адам. Сол кезде Айша анамыздың қарғыс шығады аузынан. Пусть сохнет или шақырсын, пусть вызывает деген осындай бір тозақтың оты шақырсын, или сол адамның екі қолы жұмсасамай қалсын деген мағынада, кімде кімнің қолы пайғамбар саламның әйеліне правас тиетін болса деген сөз шығады. Что енді кім Мұхаммед Абу Бәкір қолын беріп отыр ғой кімге? Айшаға кел деп. Оны Айша білмейді, что бұл өзінің бағанағы мәхрам екендігін. Сөйтіп не дейді? Сенің қолың нетесін? Тозақтың оты шақырсын, сенің екі қолыңды кімнің қолы пайғамбар саламның әйеліне правас тиесін болса деген сөз айтылады. Сонымен Мұхаммед Абу Бәкір тұрады, не дейді? О тәте, анығында мен Мұхаммадпын. Анығында тозақтың оты емес, мені осы дүниеде от шақырсын деген сөз шығады. Енді Мұхаммед Абу Бәкір радиаллаху қай уақытта қайтыс болды? Мұхаммед Абу Бәкір шииттердің қолынан қайтыс болды. Шииттер Мұхаммед Абу Бәкірді өртеп, екі қолынан өлтірді. Енді Мұхаммед Абу Бәкірдің сирасын қазір мен үгілеулет етпеймін, бірақ Айша анамыздың дұғасы бәрібір Мұхаммед Абу Бәкір радиаллахудың сирасында болды. Өйткені Айша анамыз бұл просто так адам болған жоқ. Енді Мұхаммад кімді көтерді? Айшаны. Сөйтіп Айшаны күймеге салып, әскер қайқа қарай тартады? Меккеге қарай тартады. Меккеге келе жатқан кезде какой-то бір жерде кімнің? Айша анамыздың күймесіне қарсы бір иттер бағандай үре бастайды, тоқтамастан үре бастайды. Сонда Айша анамыз айтады, мен пайғамбар саламнан естігенмін, пайғамбар салам айтқан маған, бір әйел болады правительге қарсы шығатын. Ол әйелдің ісіне до того адамдар емес, иттердің өзі риза болмайды. Сөйтіп мынадай жерге келген кезде иттер өзінің недовольстволарын осылай үру арқылы білдіреді. Анығында ол әйел мен екенмін. Значит, мен дұрыс емеспін, мен Әлиге қайтадан байға берем деп, бұл Әли радиаллаху анхуға байға беріп, қайтадан Әлиге қосады. Что Әлидің таңдаған выборы дұрыс. Что бағана 6000 халықты жазаламау керек, расследование жасау керек деп, бұл қайтадан Әли радиаллаху анхуның қатарына қосылады. Бірақ Әли менен Айша радиаллаху анхаға байланысты тағы да бір хадис бар. Кезінде пайғамбар салам Әли мен Айшаның ортасында отырып айтқан, о Айша, бір уақыт болады, походты бастайтын әйел болады деген. Поход бағана жорықты бастайтын. Сонда Айша анамыз тұрады, о Аллахтың елшісі, қалайша жорықты әйел бастайды дейді. Енді түсінікте былай қарасақ, жорықты еркек бастайды. Ал бұны қалай әйел бастайды дейді. Сонда пайғамбар салам Айша қарайды, о Айша, мен қорқам, может осы сен боларсың дейді. Сөйтіп Әлиге қарайды, о Әли, осы уақыт сенің уақытында болуы мүмкін, егер Айша болса, Айшаға жұмсақ бол деген тағы бір сөзі келеді. Бұл енді Айша мен Әлидің арасындағы болған соғыс, бұл түйе соғысы, бұл үлкен соғыс. Бірақ осы жерде бір коротко айтатын нәрсе, біз Әли прав или Айша прав деген нәрсені айтпаймыз. Мен көп жерде айтамын. Айшаныкі да прав, Әлидікі де прав. Біз ешкімге сен ана Әлидікі дұрыс емес, Айшаныкі дұрыс емес деп, біз екі жаққа углублять етпейміз. Өйткені Айша пайғамбар саламның әйелі, кім? Әли пайғамбар саламның күйеу баласы, соғыстың болғандығы факт, бірақ біз екі жаққа Әли не прав или Айша не прав деп айтатын дәрежеге жеткен жоқпыз. Сондықтан ютубта, не болмаса гуглдан осы соғысқа байланысты мнениелерді оқысаңыздар, оларға углублять етпеңіздер. Соғыстың болғанда факт, бірақ біз екі жаққа углублять етпейміз. Ал енді әрі қарай кеттік, что Әли радиаллаху Айша өзінің мекеніне келді. Әли радиаллаху кімменен? Зубайр бин Ауаммен Осман бин Талханы жерлейді. Сөйтіп соғыс аяқталады. Соғыс аяқталып келген кезде енді Әлиге қарсы кім көтеріледі? Әлиге қарсы Мұғауа радиаллаху көтеріледі. Мұғауа кім? Мұғауа бағана айттық, Сирияның правителі, бірақ бұл туысқандық жағынан Осман бин Аффанның двоюродный бауыры, двоюродный братья. Мына Мұғауа радиаллаху мен Осман бин Аффан екеуі двоюродный братья.
Бұл не дейді? Әлиге айтады. О, Әли, мен келіспеймін бұл нәрсеге да. Бұл уақыттарда уже Лейла, кімнің, Осман Аффанның әйелі, Осман ибн Аффанның саусақтарын кімге жолдайды? Мұғауа радиаллаху анхуға жұмсайды. Вот сен билікте отырсың, ал мына жақта сенің бауыр өлтіріп жатыр, а сен ештеңе де істемейсің. Как это можно түсінуге да? Қалай сен отырсың? Сенің бауырыңның қаны төгіліп жатыр мына жақта мынадай нәрсе болады, а сен болсаң отырсың, как правитель вообще істемей жатсың деген знакпенен саусақтарды кімге жібереді? Мұғауа радиаллаху анхуға жібереді. Мұғауа радиаллаху бұны көрген кезде Осман ибн Аффан өлтірген адамдардан кек алғысы келеді. Сөйтіп Әлиге айтады, давай, о Әли, мен давай Осман Аффанды өлтірген адамдардан кек ал дейді. Бірақ бағана айттық, Әли радиаллахудың ұсынған бағыты бұл расследование жасау, асықпау, қайда болса да асықпай тексеру, кім кінәлі, кім кінәлі соны білу, только кім кінәлі соны ғана жазалау болды Осман кімнің ұстанған бағыт Әли радиаллахудың. Ал Осман кімнің Мұғауанікі асығу. Сосын Мұғауа радиаллаху келіспегеннен кейін бұл нәрсеге кім Әли радиаллаху осы кімді Мұғауаны биліктен алып тастағысы келеді. Ал Мұғауаны баяғыда Абу Бәкір Омардың уақытында кімді Мұғауаны Сирияның правителі қылып тағайындаған. Анау Абу Бәкір Омардың уақыттарында Мұғауя. Сол билікті кім Әли алып тастағысы келеді. Мұғауяны. Өйткені Мұғауя халифке бағынбай жатыр Әлиге. Дұрыс па? Сол үшін Әли новый губернаторды кімге жібереді? Мұғауаға деді. О, Мұғауа, короче, сен орынды босат, сен бәрі халифке бағынбайды екенсің, мен новый губернатор қоям сенің орныңа. Бірақ Мұғауа не дейді? Мұғауа, мен Әлидің айтқан бұйрығына бағынбаймын дейді. Зачем мен бағынам? Ол для меня никто. Әли маған ешкім емес. Әли қашан маған халиф болады? Әли маған халиф болады. Қай уақытта ол Осман Аффанды өлтірген адамды өлтіреді, сол уақытта мен Әлиға бәйға беремін, Әлиді как өзіме халиф есебінде тағайындаймын. Сол уақытта мен Әлидің айтқанын орындаймын. Ал Әлиге мен қазір бәйға берген жоқ. Менің халифым Омар, менің халифым Абу Бәкір, мен неге Әлидің айтқанын орындауым керек деп Мұғауа орынды босатпайды. Осы аралықта Мұғауа мен Әлидің арасында соғыс басталады. Мұғауа мен Әлидің арасында соғыс. Енді Мұғауа радиаллаху жалпы кім еді? Мұғауа радиаллаху бұл атақты сахаба тоже. Пайғамбар саллаллаху көзін көрген адам. Пайғамбар саллаллаху тәрбиесінде болған адам. Әли тоже сондай. Әлидің дәрежесі сондай, Мұғауаның да дәрежесі сондай. Бірақ бұл екі ортадағы соғыста біз білетін кім өледі? Амар ибн Ясир өледі. Біз білетін Амар ибн Ясир радиаллаху Мұғауа мен Әлидің арасында соғыста болды. Енді ол соғыс біз келесі сабақта разбор жасаймыз. Бірақ Мұғауа менен Әлидің арасында соғыстың кезінде де біз тағы углублять етпейміз. Мұғауа не прав или там Әли не прав деген әңгіме айтпаймыз. Біз не дейміз? Соғыстың болғандығы факт, бірақ біз углублять етпейміз. Мұғауа не прав или там Әли не прав деген әңгіме айтылмайды бұл уақыттарда. Өйткені біз оларды порицать ететін жағдайда емеспіз. Ал егер кімде-кім порицать етсе, біз керісінше оларға барып айтуымыз керек. Біз сахабаларға тіл тигізуге правамыз жоқ. Сондықтан тиыш қана отыр. Білдің, соғыстың болғанда факт, все, әрі қарай ешқандай адам углублять етпейді. Так, осы жерге дейін түсініксіз болса, қолдарыңызды көтерсеңіздер, жауап беретін боламыз, иншалла. Ал келесі сабақ, иншалла, бізде әрі қарай жалғасатын болады, кейінгі Әли радиаллахудың сирасында, иншалла. Так, осы жерге дейін түсініксіз болған адамдар болса, қолдарын көтерсе болады. Кімге не түсініксіз болып қалды? Мен ойлаймын түсінікті деп, я? Ондай түсініксіз нәрсе болған жоқ. Сұрақ бар ма? Сұрақ жоқ. Бүгін болған сабақ 4 халиф деген сабақтан үзінді қыздар. 4 халиф бұл Абу Бәкірдің, Омардың, Осман, Әли радиаллахудың, Мұғауа радиаллахудың, Хасан мен Хусейн радиаллахудың сирасынан үзінді. Курс бар жоғы 1 ай. 1 ай. Соның бүгін біз 3-ші сабағына ма, 4-ші сабағына келдік. Бұл сабақ тек сіздерге түсінікті болсын деп каналда өткізіп жатқан нәрсе. Атақ бұл нәрсе ақылы тұпта болады. Курс 1 ай. Әрі қарай Әли радиаллахудың сирасына үңілем дейтін болсаңыздар, Каусар Жаннат логиніне жазыңыздар. Сол жерлерде көрсетілетін болады. Так, бүгінге жеткілікті иншалла. Келесі сабақта әрмен қарай Әли радиаллахудың сирасына разбор жасайтын боламыз. Әли радиаллахуды кім өлтірді, қалай өлді, Осман Аффанды өлтірген адамдар жазасын алды ма, жазасын алмады ма, сол туралы қозғайтын боламыз. Так, сұрақ бар ма басқа?